Қайырлы күн барлықтарыңызға. Бүгін сіздерге кешкі асқа жылдам жасалатын, өте дәмді, жеңіл қорытылатын, ешқандай майға қуырмай тамақ дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін асықпай қараңыздар. Ең алдымен бізге тауықтың төс еті керек болады. Барлық заттарымызды алдын ала жақсылап жуып, тазартып аламыз. Тауықтың төс еттерін дәл осындай видеода көрсеткендей етіп, үлкенде бөліктерге бөліп аламыз. Бүгінгі дайындайтын тамағымыз кешкі асқа өте дәмді тамақтардың бірі, оңай жасалады және жеңіл қорытылатын тағамдардың бірі. Міне біздің еттеріміз дайын болды. Дайын болған етті үлкенде бір ыдысқа саламыз және сарымсақты да ұсақтап тураймыз. Майонез немесе қаймақ қолдансаңыздар болады және бір ас қасық кетчуп қолданамыз. Дәміне қарай аздап тұзын, бұрышын салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Келесі бізде тамағымызға өте жақсы дәм беретін көкөністер. Ең алдымен жүгеріні жуып тазартып аламыз және дәл осындай бөліктерге бөліп аламыз. Жүгерін дәл осындай мен көрсеткен әдіспен жасайтын болсаңыздар, оңай кесілетін болады. Біздің жүгеріміз дайын. Дайын болған жүгеріні де үлкенде бір ыдысқа саламыз. Келесі бізде бір бас пияз. Пиязды да үлкенде тураймыз. Сәбізді де дәл солай тураймыз. Картошканы да ұсақтамай теңдей етіп төртке бөлеміз. Енді дәміне қарай тұзын, бұрышын саламыз. Ас көктер қолданамыз және ұсақтап туралған сарымсақ саламыз. Ең соңынан майды құйып, жақсылап араластырамыз. Біздің көкөністеріміз де дайын болды. Үлкенде ыдысқа араластырсаңыздар болады, сол кезде барлығының дәмі жақсы сіңетін болады. Үлкенде ыдысымызға бірінші көкөністерімізді саламыз және маринадталып тұрған тауықтың төс етін салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дәл осы ыдыста жақсылап араластырып, 1 сағат уақыт аралығына қалдырамыз. Біздің етіміз бен көкөністеріміз жақсы маринадталу керек. 1 сағат уақыт аралығында барлығының дәмі бір-біріне жақсы сіңетін болады. Дайын болған маринадымызды табамызға саламыз. Пергамент қағазын төсеп, үстіне осы етіміз бен көкөністерімізді салып шығамыз. Мен асқабақта қолдандым. Егер болса, асқабақта салсаңыздар болады. Міне біздің тамағымыз дайын болды. Енді қызып тұрған пеште 200-250 градуста 30-35 минут уақыт аралығында пісіріп аламыз. 30-35 минут уақыт аралығында біздің тамағымыз пісіп шықты. Өте дәмді әрі жылдам жасалатын біздің тамағымыз дайын болды. Ешқандай уақыттарыңызды алмайды. Жұмысқа кетер алдында дәл осындай маринадтап қойып жасап кетсеңіздер болады. Жұмыстан келген кезде табаға салып, дереу пісіріп алатын боласыздар. Дайын болған тамағымызды ыдыстарға салып, дастарханымызға тартатын боламыз. Бұл тамақтың жанына қайнатылған күрішті де қолдансаңыздар болады. Кешкі асқа отбасыларыңызға ерекше етіп, дәл осы тамақты жасап берсеңіздер болады. Үстіне ас көктерімізді сеуіп, дастарханымызға ұсынатын боламыз. Осымен біздің жылдам жасалатын әрі пайдалы тағамымыз дайын. Кешкі асқа жанына ешқандай майонезсіз салаттармен ұсынсаңыздар болады.
Құрметті көрермендер, сіздерге де кеңес беремін. Дәл осы тамақты бір рет жасап берсеңіздер, сіздердің ең сүйікті астарыңыздың бірі болады. Дәл осы менің каналымда рецепттер сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдыруларыңызды сұраймын. Құрметті көрермендер, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.